Қайырлы кеш, құрметті математика сүйер қауым, сіздермен бірге Әли. Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы аналитикалық геометрияның кеңістіктегі бет және сызық теңдеулері тақырыбы. Сабағымыздың мақсаты, біздің бірінші мақсатымыз координаталар жазықтығында кеңістіктегі беттің және сызық теңдеулерінің жалпы анықтамасын танысатын боламыз. Екінші мақсатымыз сол теңдеулер жүйесімен кейбір есептерді шығаратын боламыз көмегімен. Енді бет және оның теңдеуі деген тараумен, сол бөліммен танысатын боламыз. Бет дегенімізде бізде қандай да бір координаталық жазықтықта берілген Декарт 3 енді. Егер біз координаталар осы шартты қанағаттандыратын болса, онда бізде теңдеу S бетінің теңдеуі деп аталады. Бізде 3 координатта берілген, мысалы 3 координат арқылы өтетін бір сызық теңдеуі, сызық емес, бет теңдеуі. Ол шарт қанағаттандыратын болса, ол беттің теңдеуі деп аталады. Ол қандай бет болуы мүмкін? Ол жазықтық болуы мүмкін. 3 координаталар арқылы өтеді. Ол сфера болуы мүмкін, ол шар болуы мүмкін, ол цилиндр болуы мүмкін, ол конус болуы мүмкін, кез келген болуы мүмкін. Ең басты шарт мына шарт болуы керек. Егер соны қанағаттандырса, біз ол теңдеулерді беттік теңдеу деп атаймыз. Енді соның шарттарына келетін болсақ, бізде 3 шарт берілген, А, Б, В, соның бірінші шартына назар аударсақ, таңдап алынған о x, y, z координаталық жүйесінің S бетінің кез келген нүктесі М, x, y, z деп белгіленеді. Бізде жазықтық берілетін болса, жазықтық болуы мүмкін, ол сфера болуы мүмкін, шар болуы мүмкін. Біз ол жерден қандай да бір М дейтін нүкте аламыз, және М нүктесі сол жазықтық теңдеуіне тиесілі болады екен. Яғни бізде М нүктесі ол біздің басты шарт, ол жазық беттік теңдеуге тиесілі болу керек, сол беттік фигураға. Екіншісі ол беттің барлық нүктелерінің ортақ қасиетін геометриялық және теңсіздік түрінде жазылады. Өткен сабақта естеріңізде болса, мына эллипске байланысты бізде фокустан арақашықтығы, солардың нүктелерінің арасына арақашықтығын тең деп қарастырар едік қой. Сол сияқты біз соны беттік жағдайда қолданады екенбіз. Мысалы, радиуста болуы мүмкін, радиусты қарастыратын кезде сол шартты қолданады екенбіз арақашықтығын. Енді үшінші қасиет геометриялық теңдіктен немесе теңсіздіктен алгебралық өрнектеуден өтеді, және сол координаталар арқылы біз теңдеуді шығару, яғни соны біз формула күйінде келтіру. Біз өткен сабақтарда соны қолданған болатынбыз. Эллипс, парабола, гиперболаға байланысты. Енді кеңістіктегі сызық теңдеулері. Бізде беттік теңдеулерді қарастырдық. Енді бізде беттік теңдеулер өзара қиылысын деп қарастырдық. Сонда қарастырған кезде пайда болған нүктелердің жиыны сол бізде сызық теңдеуін береді екен. Және сол сызық анықталса, онда біздің теңдеуіміз сол сызық теңдеу деп аталады екен. Сызық теңдеуді 3 координатаға x, y, z координатасы арқылы анықталады. Және де ол жүйе арқылы белгіленеді. Бізде келесі иллюстрацияда көріп тұрсыздар, бізде екі жазықтық теңдеу берілген, беттік теңдеу. F1, x, y, z 0. Сол екеуінің қиылысы бізде мынандай сызық теңдеулерін береді екен. X, y, z 0 деген теңдеулер. Иллюстрацияда екі жазық беттік қиылысып тұр. Бұл жерде L деген сызық теңдеу. Екіншіде дәл солай. Енді практикалық бірінші өшейік. Бізде центр берілген 3, 4, 5, радиусы 3-ке тең сфераның теңдеуін жазу керек. Бізде бұл есеп оңай, өйткені біз өткен сабақтарда да шеңбер теңдеуін жазған болатын. Бізде сферада бізде 3 координатта болады. X минус a квадрат, y минус b, z минус c квадрат деген. Бізге тек істейтініміз сол координат a, b, c координаталарын орнына осы стандарт қойышу. Сонда біздің есебіміз осылай шығады екен. X минус 3, y минус 4, z минус 5 квадраттары, минус 3 квадрат, 3 квадрат, сонда 9. Жалпы түсінікті, қиналатын түктес жоқ.
енді екінші есеп. Бізде үш не берілген, сфера берілген, x, y, z квадраттың, яғни біздің центріміз координата басында орналасқан, яғни z-тен 3 жазықтың қиылысты сызығы табылсын дейді. Яғни сол сызықтың теңдеуін табуымыз керек. Бізде мынандай шарт бар. Қай кезде біз сызық теңдеуін анықтайды екенбіз. Егер біздің жазықтық теңдеуіміз ол h арқылы, мынау z-тен h'ымыз радиустен кіші болса ғана сызық қиылады екен біз. Егер одан жоғары егер тең болса, ол тек жанап өтеді. Ал егер көп болса, мысалы z-тен 6 болса, онда ол қимайды. Сонда сол шарт ескерсек, бізде 3 болып тұр, радиусымыз 5. Сонда қияды екен. Сөйтіп мынаны квадраттап орнына қойсақ, сонда бізде сызық теңдеуіміз осындай шеңбер теңдеуін айтқанда қиық та жалпы қиық. Енді қорытындыға келейік. Біз бүгін сабағымыз кішкене қысқа болды. Жалпылама түсіндіру бұл сабағымыз. Соған байланысты біздің сабағымыз қысқа болды. Осы қысқа сабағымызды біз тек сызықтық теңдеу және беттік теңдеу туралы анықтама бердік, қандай болатынын жалпы. Соған байланысты кішігірім практикалық есептер шығардық. Және де келесі сабақтарда біз соны барынша ашып жазуға тырысамыз, ашып түсіндіруге тырысамыз. Назарларыңызға рахмет, құрметті математика сүйер қауым. Егер қандай да сұрақтарыңыз болса, астыға комментарийге жаза пікір қалдырып кетсеңіздер, келесі сабағымыз сызықтық алгебра болады. Яғни біздің үлкен тарауымыз векторлық кеңістік туралы болмақ. Соның векторлық кеңістік туралы тақырыптарын қозғайтын боламыз. Ал назарларыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.